Арнамызға хош келдіңіз, құрметті тыңдарман. Ежелгі Қытай философы Лао Цзының адамгершілік туралы нақыл сөздерінен. Ақылды жігіт жұртқа жақсылығын шашып жүреді, және жасаған жақсылығын елге айтып мақтанбайды. Арлы жігіттің киімі нашар болса да, кеудесі алтын болады. Көп білемін деп кеудесін соққан адамдар әдетте нәтижеге жете алмай қалады. Су жұмсақ әрі нәзік болғанымен тауды қопарып жіберуге күші жетеді. Өзің түзел, сонан соң өзгені түзе. Өнер мен сауда саттыққа кедергі болма. Адамды соңынан ерткің келсе, олардың соңынан жүр. Өз мүмкіншілігінен хабары аз адам қауіп көрінуі мүмкін. Көп білсе де, кішік болған адам сүйкімді болады. Есі дұрыс адамдар, бір ғана заң бар: әділ болу және ешкімнің көңілін қалдырмау. Өз ойыңызға мұқият болыңыз. Кез келген іс ойдан басталады. Ұлы адамдар істейтін ұлы істер кішкентай ғана жұмыстан басталады. Кез келген істе шектен шықпаған жақсы. Жауын жеңген батыр, ал өзін жеңген ер. Сен мықты болуы керексің, сонда ғана басқалар қасыңа жиналады. Құрметті тыңдарман, арнамызға тіркеліп, YouTube желісінде қазақ тілді арналардың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз.